Қазақстандағы біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы облыс әкімдігімен бірлесіп, зорлық-зомбылық экстремизмі, жастарға әсері және алдын алу стратегиялары тақырыбында дөңгелек үстел өткізді. Оған мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам өкілдері қатысты. Басқосу барысында жастарды экстремистік ұйымдарға тартудың әдіс-тәсілдері және дін мен дәстүр сабақтастығы жан-жақты талқыланып, өзекті мәселелер назарға алынды. Проект по предотвращению насильственного экстремизма. Жапон үкіметінің қолдауымен Орта Азия жастары арасында зорлық-зомбылық пен экстремизмнің алдын алу мақсатында халықаралық сарапшы мамандардың басын қосып отырмыз. Өңірлік жоба 24 айға жоспарланған. Алдағы уақытта Қазақстан бойынша Қызылорда, Маңғыстау облыстарында жұмыс жасайтын боламыз. Сонымен қатар мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістан қаласында өткен ұлттық құрылтайдың екінші отырысында қазір жас ұрпақ әлеуметтік желі арқылы тәрбие алып жатыр. Баланы дұрыс бағытқа бұрып жол көрсетіп отырмасақ, бұл өте қауіпті үрдіс деген болатын. Ендеше мұндай басқосулар зорлық-зомбылық экстремизмін алдын алатынына сеніміміз мол. Зорлық-зомбылық экстремизмін алдын алу бағытында жастарға арналған біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасына сәйкес жобалар жүзеге асырылып жатыр. Бүгінгі күні Қызылорда қаласында өтіп жатқан дөңгелек үстеліміз осы бағыттағы мәселелерді, ортақ мәселелерді талқылау, онымен жұмыс жүргізу, алдағы уақытта қандай біріккен жобалар іске асырылады, осыны бір пікірлесу алаңына айналды. Біздің болашағымыздың іргесін қалайтын жастарды дайындауға үлкен септігін тигізеді деп күтілуде. Іс-шара барысында халықаралық сарапшы мамандар жастар проблемасын шешудің нақты қадамдарын алға тартты. Қоғамда белең алған жас буын арасындағы жұмыссыздық, ойын құмарлық, нашақорлық, оған қоса олардың діни фанатизмге бой алдыруы бейжайлықты көтермейтін мәселе. Мұны болдырмаудың негізі тәрбие мен дәстүр сабақтастығында жатқанын орталықтың теолог ғалымы Бақтияр Оспанов жақсы түсіндірді. Бұл тақырып мұнымен тоқтамақ емес.